Сәлем достар, сіздермен бірге мен интернеттен қалай ақша табу керек екенін үйрететін боламын. Ол үшін сіздерге сәттілік серіктес болу керек. Ал ол біздің приложениеміз OneHabit. Достар, бұл видеоның демеушісі де OneHabit. Осыған кіреміз. Осыған кіргенде неге осы жерде жақында болатын жаңағы спорт түрлері болады, жарыс, сана мынау дегендей. Бұл жерде футболға да ставка аласыздар. Мысалы мен қазір история ставка дегенде мен вообще ставка тіккенде жоқпын. Кейбір спортқа да достар ставка тіге аласыздар. Мысалы футбол, осы жерде біреуін таңдайсыздар. Неге осы жерде егерде сіздер біріншісіне тіккілеріңіз келсе, жоқ, мынау қате болды. Так, мынау болып жатқандар қазір. Неге егерде сіз бірінші командаға тіккіңіз келсе, P1-ді басасыз, егерде екіншісіне тіккіңіз келсе, P2-ні басасыздар. Мысалы P1 және де астың жақтарында, мінеки астында емес, мінеки міне осы жерде P2 деген болады, соны басасыздар. Және де мысалы P1-ге тігетін болсаңыздар, не сделать ставку дегенді басасыздар. Осы жерге 50 теңгеден жоғары болу керек. Осы жерге тігесіздер да, галочканы басасыздар. Және де история ставкада осы жерде сіздерде шығып тұрады жаңағы тіккен ставкаларыңыз. Егер сіздер ұтатын болсаңыздар, сіздерге өздеріңізге автоматически счеттарыңызға түседі ақша. Ал енді сіздермен бірге болған бірге KZ арнасы. Осылай ақша тауып көріңіздер. Ал мен видеоны аяқтаймын. Қош, сау болыңыздар.